тұлғалық даму. Жан-жақтылық жайлы ақыллы курс, іс-шара өте көп. Алайда, бәріне белсенді түрде қатысуға күнделікті жұмыс, атқару қажет істер мүмкіндік бермеуі мүмкін. Уақыт пен қаржыны үнемдей отырып, қолыңыздағы ұялы телефонмен ақ тұлғалық дамуды қолға алыңыз. Күнді ақшаны жоспарлауға, танымды арттыруға болатын мобильді қосымшаларды ұсынамыз. Сыни ойлау мен дүниетанымды арттыруға арналған қосымшалар. TED, iOS және Android әртүрлі зерттеушілер мен өз ісінің мамандары пайдалы лекция ұсынады. Бұл білім арқылы сыни ойлау дағдыны қалыптастыра аласыз. Тренировка памяти и мозга. Android, тренер мозга, iOS. Есте сақтау қабілетін жақсартуға арналған қосымшаларда түрлі жаттығу, тәсіл көрсетілген. Қаржылық сауаттылық маңызын түсіндіретін мамандар алдымен бюджетті жазуды, жоспарлауды ұсынады. Телефон арқылы қаржыңызды сауатты басқаруды үйреніңіз. Keeper, iOS және Android. Қаржыңызды саналы түрде жұмсауды қалыптастырасыз. Кіріс пен шығысты бақылап, ақшаның көп бөлігі қайда кететінін анықтай аласыз. Транжира, iOS, Android. Ақылы түрін сатып алып, кеңейтілген зерттеу мүмкіндігіне ие боласыз. Егер ұйқы режиміңіз бұзылып, немесе стресстен арылуды қаласаңыз, сізге мына қосымшалар көмектесе алады. Headspace, iOS, Android. Ұйықтар алдында тыңдауға болатын аудиожазбалар, медитация курстары, стресске қарсы жаттығулар және ерекше дизайн бір қосымшада жинақталған. Sleep Cycle, iOS, Android. Қажетті кеңестер, жүйелі анализ және тиянақты интерфейс. Күнделікті істерді жоспарлауды қолға алғыңыз келсе, бұл туралы сізге ескертіп тұратын қосымшаларды жүктеп алыңыз. Evernote, iOS және Android. Қосымшадағы дайын дизайн арқылы күнді жоспарлай аласыз. Дизайнды қалауыңызша өзгертуге болады. Жазбаңызды, жоспарыңызды өзге адаммен бөлісу мүмкіндігі бар. Тек, iOS, Android. Тапсырмаларды, жоспарды маңызына қарай бөліп қоюға болады. Pomodoro Timer, iOS. Атақты Pomodoro тәсілімен 25 минут жұмыс істеп, 5 минут демала аласыз. Егер тіл үйренгіңіз келіп, бірақ офлайн курсқа баруға уақытыңыз, мүмкіндігіңіз болмаса, мына қосымшаларға жүгіне аласыз. Duolingo, iOS, Android. Негізгі үйренгіңіз келген тілді қосымша тілді енгізу арқылы тіл үйрене аласыз. Орыс тілі мен ағылшын, француз, неміс, испан тілін ағылшын тілі арқылы одан да көп тілді меңгеруге болады. Reject, iOS. Ағылшын тіліндегі грамматика, ережелерді үйрене аласыз.
Демалыс, достармен сөйлесу, жұмыстың өнімді болуына көмектеседі. Жақыныңызға көпшілікке сапалы қоңырау шалғыңыз келсе, осы екі қосымша мүмкіндігін байқап көріңіз. Skype, iOS және Android. Қосымша арқылы қоңырауды әртүрлі топқа бөліп қарастыруға болады. Жеке, ортақ жиналыс. Hangout, iOS және Android. Дәл Skype мүмкіндіктерін береді. Сапалы қоңырауға кепілдік бар.